Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай жұп-жұмсақ, өте нәзік сүзбелі булочканың рецебімен бөлісетін болам. Біз алдымен сүзбемізді езіп аламыз, біркелкі болғанша. Сосын жұмыртқамызға қант саламыз, разрыхитель және сода, тұз салып, оны көтерілгенше араластырамыз. Қанты міндетті түрде еру керек. Сосын бұл жұмыртқамызды сүзбеміздің үстіне құйып алып, оны да тағы да араластырамыз. Бәрі біркелкі болғанша араластырамыз. Сосын ұнымызды ситадан өткізіп, қамыр илейміз. Қамырымыздың қалғанын қолымызбен жалғастырамыз, себебі қасығымыздың күші жетпейді бұған. Қамырымыз өте қолға жабысқақ болады. Ол ештеңе етпейді. Ұнымыздың көмегімен біркелкі етіп қамыр илеп аламыз. Оны 3-ке немесе 4-ке бөліп өзімізге ыңғайлап, бетіне күленкі жауып, тындырып қоямыз 10 минутқа. Менде 10 минут өтті. Енді қамырымды жайып, булочка жасаймын. Ұнтақты көп сеу жермеу керек. Және де өте жұқа қылып жермеу керек. Бәрін бір тегіс етіп жайып аламыз. Шет-шетін бәрі, шеті қалың, ортасы жұқа болмау керек. Бәрі бір тегіс шығу керек. Сосын қамырымыздың бетіне жұмсақ сары май жағып шығамыз. Бір тегіс етіп. Бұл сары майды жағып болған соң, мен болған қант ұнтағын себемін. Бұл қант ұнтағын себу міндетті емес. Әркім өз қалауымен істесе де болады. Жаңғақ, мейіз салып істесеңіздер де болады. Маған қант ұнтағы көбірек ұнайды, сол үшін мен қант ұнтағымен істеймін.
Енді мен бұны ирек пышақпен кесіп шығам, бауырсақ ұстатып. Бетіне жұмыртқаның сарысы міндетті түрде. Мен қалған қамырымды дәл солай жайып алып, ішіне май жағып, енді мен бұны мейізбен істеп көрмекшімін. Мейізді біркелкі етіп сеуіп шығамыз бетіне. Бұны да екі жақтама ораймын. Печкаға салғаннан кейін бұл булочкаларды 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне менің булочкаларым дайын болды. Өте әдемі, дәмді және нәзік булочкалар шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер.